Бәрі де майдан. Екінші бөлім. Алғаш ақанды әскерге шақырғанда, жалғыз ұлыма екіқабатпын, 2-3 айлығында іште қалды деп әңгімесін жалғастырды алма кемпір. Тамам әйелдер жылап-сықтап күйеулерін күркіремеге дейін шығарып салды. Ауылдан 2 шақырымдай жердегі күркіреме бұлағы азаматтарды майданға аттандырар табалдырық секілді. Алғаш соғыс басталғаннан бері сол жерге қаншама рет көз жасымызды көлетіп барып қайттық десеңші. Жалғыз жарым емес, ерлері алынған, немесе аладау деген тамам қатын құндыздай шұбап, тобымыз жазылмастан ере барар едік. Ол кезде немене 25 шақырым жердегі аудан орталығы Катонға қатынар көлік жоқ. Жолаушы шыққан адам дорбасын арқалап жаяу тартатын. Сақылдаған сары аязда арыстай 5 еркек, 5 бәйтерегімізді көзімізше өлімге шығарып салып, құр сүлдеріміз ғана үйге оралдық. Басқаны білмеймін, ауылға денемді ғана алып қайтқаным болмаса, жүрегімді ақан алып кетіп еді. Ер азаматтың қадірі мен үшін әсіресе артық, көзімнің қарашығындай қымбат. Жаным мен бойымдағы барымды садақалар ардағым еді. 30-ға жаңа толған кезімде бір емес, 3 рет тұрмысқа шығыппын. Еріккеннен жеңіл жүрісті болып, желіккеннен бекен. Тағдырдың иті оңдырмай қапсақ айтейін. Ол сырымды шешең болмаса, сен білмейтін шығарсың қалқам. 15 жасқа жаңа толған уыздай жас шағымда, 12-де бір гүлім ашылмаған бота тірсек, болашағымда үлкен ағамыз Сәрсенді үйлендіретін қалың мал таба алмай, байдың бір ынжық ұлына ұзатып жіберді. Жылай-жылай кете бардым. Менің қалыңыма алған малды айдап беріп ағайыма келіншек әперді. 3 жылдай тұрған соң 2 құрсақ көтердім. Көп ұзамай күйеуім қайтыс болды. Өзі де дімкәс, жарымжан адам еді. 2 баламды алып төркініме қайтып оралдым. Үлкенім бала көтермеген әпкеме дүрияға бердім. Ал кішісі апамның бауырында өсті. Колхоздастыру басталғанда осы ақанның туған ағасы Ахмет сөз салған. Өзі де тепсе темір үзетіндей иықты, әрі келбетті жігіт еді марқұм. Өзіме жоқ, болмаса көзіме қызықты ма, 2 баламен қалған жесір демей, кәдімгідей кәдесін жасап қада түсті. Жас кезімде жеңгелерім жақсы көз деп атаушы еді. Тағы да ұзатылдым. 1 жылдай отастық, шәй деспей тату-тәтті ғұмыр кештік. Құдайдың ісіне қарсы келген кім бар? Аяқ астынан ол да сырқаттанды. Төсек тартып, саржанбас болып көп жатты. Бұлардың арғаталары батыр болған ғой. Тек қана тік сөйлеп, тік жүруге жаратылған. Иненің жасуындай қорлыққа шыдамайтын, басынан сөз асырмайтын, өткірде өркөкіректеу. Әсіресе ашуланғандары жаман. Қаһарланса не қан қылуға, не қан болуға барар. Ол мінез ақанда да, жалғыз ұлда да бар. Төр алдында ұзыннан түсіп сал болып тұра алмай жатқан Ахмет бір күні мені қасына шақырып алды да еркелетіп шашымнан сипады. Жүдеп кетіпсің ғой, деп жүзіме үңілді. Ондай әйел жанды мінезі жоқ, қатал да соғ жігіт еді. Бұл оқыс қылығына таң қалдым. Сонда ғана байқадым, оты сөнуге айналған жанарында жас бар екен. 6 алашта аузына қаратқан арыстай азаматтың қатындарша босауы менің де сай сүйегімді сырқыратты. Бас салып құшақтап, басымды бауырына тығып, ботадай боздап, жылап жібердім. Ол алақанымен көз жасымды сүртті де, ертең-ақ тұрып кетемін деді күліп. Неге екенін білмеймін. Таңдайыма жабысып шөлдеп барам. Сусына келші. Ойымда ештеңе жоқ. Су араластырған сұйық айранды алып қайтып оралсам, жез мойын мүйсап пышақ қадалған Ахметтің кеудесінен қып-қызыл қан аспанға шапшып жатыр. Талып қалсам керек, Ахметті жуып шайып, оң жаққа салғанда ғана есімді жидым. Міне осылайша екінші күйеуімді де қара жердің қойнына беріп, 2 рет қара жамылып, қан жұтып жесір қалдым. Содан бері мал бауыздаса жанына жоламай, шек қарын аршуға бірақ келемін. Содан бері қызарған сұйық зат көрсем, көзім қарауытып басым айналады.
содан бері ешқашанда қан көрген жоқ деп ойлайсың-ау. Айналайын, көрдім, көп көрдім. Құдай алмаған соң жер басып, ырзығыңды жеп жүреді екенсің. Ахмет қайтыс болған соң ата-енемнің рұқсатынсыз төркініме кетіп қала алмадым. Тіпті не бетіммен қайтып барамын. Тіпті барған күннің өзінде де қанды көйлектеп үйге кіргіземе. Сыртқа шыға қалсам, ауыл адамдары әзірейіл көргендей шошына қарап, теріс айналатын болды. Су алуға өзенге барғанда бұқтырмаға ағып өлейін деп сан рет оқталдым да, шыбын жанымды қия алмадым. Мүмкін бала-шағамның бақыты жібермеген шығар. Ақан ағасы өлгенде 20-ға жаңа толған жас жігіт еді. Көп сөйлемейтін, ағасындай емес, тұйықтау әрі талдырмаш, жуас болатын. Колхоздың жұмысына ерте кетеді, кеш келеді. Жүзімізге дұрыстап қарағанда емеспіз. Бір күні ата-енем мені шақырып алды да: келінжан, Ахметтің өлімі үшін жолы ауыр, аяғы құтсыз деп сені кінәлап қайтеміз. Жазмыш солай шығар, өлген азамат тіріліп келмейді. Бүкіл бала-шағамызбен сені шын жақсы көреміз, қимаймыз. Бұл үйдің босағасына сендей келін түссе, одан артық қуаныштың керегі жоқ. Ахмет қайтқанмен шүкіршілік құралақан емеспіз. Інілері бар, әмеңгері табылады. Қарсы болмасаң ақан екеуіңе неке суын ішкізуді қош көріп отырмыз. Онымен ақылдастық, жөн-жосықты білетін бала ғой. Жеңгемді қаңғырта алмаймын деді жарығым. Мен не дерімді білмедім, тіпті өзіме өзім сенбедім де. Бар қолымнан келгені жыладым. Тәңірім-ау, 3-ші рет. Санын қойшы, күні ертең ақан оқыс болып кетсе, қара жер қағайырылып түсіп кеткенім оңай емес пе? Ол жас қой дедім, дірілдеген сенімсіз үнмен. 5 жас қана кішілігі бар, 5 жас бел құрдас деген. Мен тек қана ата-енемнің көңілін қимай тұрмысқа шықтым осы шалға. Кейін жарасып кеттік. Дүниеге 3 қыз келді. 4-ші балаға жүкті кезімде соғыс деген сұмдық шықты ғой. Ер азаматтың бағасын мендей білер ешкім жоқ дегенім содан да. Бардың қадірін сезіну үшін жоғалту керек екен. Тоқтықтың қадірін білу үшін ашығу керек екен. Біз бәрін де көрдік. Бұрын бұқтырманың жағасындағы 2 бөлмелі, төбесі шатырланбаған тоқал ағаш үйде тұрушы едік. Оның өзі Ережепбайдың Мағауия деген баласының қыстағы. Кәмпеске кезінде Ахмет арзан бағаға сатып алса керек. Үйелменіміз үлкен, ата-енем, қайныларым, Ботай, Қатай, Жеңісқан, қайынсіңілерім, Сандуғаш, Қарлығаш, Әсия, өз қыздарым, Шолпан, Айман, Ләззат бар және біреу ішімде. Әжетке жарағандары 4-еуі ғана, қалғандары әлі жас. Құстың балапаны секілді, кешке шаршап-шалдығып жұмыстан келсең, аузын ашып, тамақ дәметіп отырады. Бар ауыртпалық маған түсті. Колхоз басқармасы қайда жұмсаса, сонда 2 етекті түріп салып, шапқылаймын да жүремін. Ол кезде бәлкім заманның талабы солай болды ма? Жоқ, жергілікті басшылар жесір әйел, жетім балаларды тым басынып, әпербақандық жасап жіберді ме? Ол жағын ашып айта алмаймын. Әйтеуір аяушылық, жағдайға қарау дегенді білмейтін. Таң бозынан есік алдында ат ойнатып, айғайлап оятады. Қас қарайып жұлдыз туғанша жұмысқа салады. Кейде ай жарығымен де жер жыртып, арық қазып, жазда шөп маялап жүрдік. Сондықтан да жеңген шығармыз. Мүмкін солардың арқасы шығар, 7 басты жауды айдап ініне тыққанымыз. Жарықтық, көктемде тудау, маған жылдағыдай емес, қар ерте еріп, жер тез қарайғандай болып сезілген. Тоң жібіп, топырақ бусанғаннан-ақ жер жыртып дән себуге шықтық. 10-12 жасар балалар ат айдаушы. Соқаға 2 ат, құлынды бие, кейде өгіз, қысыр қалған сиырларды жегетінбіз. Алғашында мен соқа ұстадым, содан соң тісті тырмаға ауыстырды. Тырманы жалғыз ат тартады, мен жетелеп жаяу жүріп отырамын. Бұл соқа ұстағаннан гөрі жеңілірек дейді. Байғұс Ғайша жаны ашыды ма, басқармаға барып, менің жүкті екенімді айтып, өзінің аспазшылық орнын маған берді. Тасқайнат ылғи саңқылдап сөйлеп, жарқылдап күліп жүретін көңілді әйел еді. Соғыстан соң жіңішке аурудан қайтыс болды.
аузымдағыны жырып майданға жібереміз де өзіміз шиқылдап аш жүретін едік. Оразамызды да ашпай жер жыртып өзегіміз талған соң аңыздағы былтырдан қалған масақты теріп қуырып жейміз. Ал колхоз сотық орындағандарға бір аяқ көжені артық беруші еді. Жалғыз қарағайдың бүгінде ақ таңлақ болып сортаңы шығып жатқан даласын қара жондап таспадай тіліп тастаған әйелдер қарға адым жердегі үйіне бара алмай қос басында түнейтін, үйлерінен ала келген қомшасын төсей салып, әлі сызы дегдемеген топырақтың үстіне құс төсекке аунағандай жата-жата кетер едік. Қар көк аспан, сол қара көк аспандағы сансыз жұлдыздарға телміріп, әрқайсымыз өз жарымызды емірене еске алушы едік. Содан соң Ғайша шалқар үнімен мұқым даланы, іргеде ғана үнсінсіз қалғып тұрған тауды жаңғырықтыра ән бастайтын. Ол әнді қатар-қатар жерде жатқан әйелдер іліп әкетіп, қосыла шырқағанда зіл болып басқан ауыр шаршаудан еңсені езген зұлмат қайғыдан арылып, бақыттың бір сәттік тәттісін таусар едік. Көңіліміздің көк дөненін ерттеп мініп, өзімізде білмейтін жұмаққа аттанар едік. Мұрынға жаңа жыртылған жердің дымқылы келіп, сағыныштың ер азаматқа деген аңсаудың астарында бойымыз балқып, себепсіз масаяр едік. Осы кезде қара жерді дүрсілдетіп, ауыл жақтан ақбозат ағып келе жатар еді. Ақбозаттың үстіндегі колхоз бастығы Нартай екені бәрімізге мәлім. Түн жамылып келіп, үйіне қашып кеткен әйелдер жоқ па дегендей түгендеп қайтар әдеті бар. Ауыздығын қарш-қарш шайнаған атын ойнақшытып айғай салды. Жолдас қатындар, қазір мен аттарыңды атаймын, менмін деп дауыстап, орындарынан атып тұрыңдар. Сұлап-сұлап жатқан әйелдердің ешқайсы үндеген жоқ. Ғайша жарықтық батыл еді ғой. Оның сөзін естімеген кісімсіп, тағы да бір әнді әуелете шырқап қоя бергені. Ау Гүлайым, Гүлайым, ойламашы уайым, майдандағы ағайдың денсаулығын сұраймын. Біз қосыла жөнелдік. Нартай бастық не істерін білмеді. Бар қолынан келгені ақбоз атымен тапап кетердей омыраулата тебінді. Есті жануар есерсоқ иесінің бұл қылығына көне қояма, ән айтқан тірі кісілерден тайсақтап қайта-қайта ала қашады. Ән айтасың, деп кекетті Ғайшаны. Ән айтамыз. Шаршамаған екенсің, Шаршаған жоқпыз. Мен сені шаршатармын, қараған шық. Ұят болса да айтайын, ол кісі былапыт сөзді көп араластырмай сөйлей алмаушы еді ғой. Ертең кеңсеге кел деп атын сауырлап, ауылға қарай құйын перен шапқылай жөнелді. Қолыңнан келген аяма, көп болса борананы жаяу сүйретерсің пішту, деп артынан топырақ шашып долданады Ғайша. Біз мәз боп күлеміз. Күлкіміздің ертең көмір боларын да білеміз, бірақ көзімізден жас аққанша күлеміз. Бұл тіпті де күлкіден туған жас еместі, басқа қайғыдан бастау алып күлкіге айналған жас еді. Түннің бір уағында тоңаздым ба, болмаса құлағымды жаңа жандана бастаған құрт-құмырсқа жыбырлатты ма, оянып кеттім. Талығып барып ұйқыға бой алдырған әйелдер біреуі қорылдап, біреуі пысылдап, бүрсіп-бүрсіп жатыр. Ішін тартып, өксіп барып, екінші жамбасына аунап түскен Ғайша ашылыңқырап қалып еді. Іргесін қымтап қайта жауып қойдым. Қолым денесіне тиіп кетті ме? Алла, Алла, бұл кім деп басын қақшаң еткізіп жұлып алды. Мен алмамын ғой, зәрем ұшып, Нартай екен деп басын бүркеп қайтадан жатып қалды. Содан соң ұйқым келсейші, көзіме ине тіреп қойғандай, кірпігіме айқаспады. Ойыма қай-қайдағы түседі. Сонау қара көк аспанда көз қысып, жердегі біздерге елжірей қарап тұрған жұлдыздарды теріп алардай телміремін. Кейбіреулері су етіп ағып түседі. Әр аққан жұлдыз өлген адам деуші еді. Ескі көз қариялар, Құдай сақтасын деп күрсіндім, бетін ары қылсын. Ақан әскерге аттанар түнді есіме аламын. Онда да таң бозына дейін кірпік ілмеп едік қой. Темір пешке маздатып, от жағып қойып, күбір-күбір сыбырласқанбыз. Арамызда ел айта беретін сүйіспеншілік, ғашықтық деген ыстық ынтызарлық болмай,
тағдырдың жазуымен, ата-ананың ұйғаруымен оқыстан қосыла салсақ та, күн өткен сайын өзімізде сезіп, байқамай қалған жұқалақ сезім жұмбақтай жіп, мәңгі айырылмастай ғып матап, байлай бастаған. Ол мені есік көрген ересек әйел деп қорламады. Тіпті 3 қызды дүниеге әкелген әке болған соң, қалай басынамын десе де көнер едім. Өйткені менің бұл үйден басқа барар жер басар тауым жоқ еді. Қашан шашымнан сүйреп шығарып тастағанша, қолындағы құлы, есігіндегі күңі боп өтуге бекінгенмін. Бірақ ақаннан ондай тәйтік мінез, суық жүріс сезілген емес. Кейде қатындар қалжыңшыны аралас, алма, сенің сиқырың бар ғой деймін. Күйеу қайның дуалап тастағандай сенен шырғалып шықпайды. Уыздай жас келіншегі бар еркектер бүйірімізден түрткілеп тыныш жүрмейді. Ал ол болса бетімізге тура қарап көз қысқан емес деуші еді. Құдайдың қарғысына қашанғы ұшырай берем, мейірімі мағанда түскен шығар. Ақанда жалғыз-ақ арман бар еді. Алайда ол арманын да күйімсініп, күйгелектеніп, немесе ақырып күйзеліп айтпай, соғысқа шақырылған түні ғана шашымнан сипап жатып, еркелетіп, назбен білдірді ғой. Алма, деді ақырын ғана сыбырлап, мен болсам қанды жорыққа аттанамын, оралармын, оралмаспын, екеуі де су ішкілікке байланысты, екі талай дүние. Ораласың ақаным, сөз жоқ ораласың деп жылап, мойыннан қапсыра құшақтай алдым. Сені де жоғалтуым мүмкін емес, менде не қалады сонда? Ақырын, балаларды оятасың деді, алақанымен жасқа толы жанарымды сүртіп. Жүдеп кетіпсің ғой, Құдай-ау, деймін ішімнен. Құдай-ау, Ахмет ағасынан айнысайшы. Ол да шашымнан сипап, осы сөзді айтып еді ғой. Ол да өлерінде осы сөзді. Өксігімді баса алмай зар еңіредім. Қой жылама, жаман ырым бастап, ендігі үміт, ертеңгі ғұмырым сенің құрсағыңда. Өмірге құлың келсін, ат ұстар ұлың келсін. Өзгесінің барлығы өзекті жанға түк емес. Күндей күркіреген соғыстың шегі болмас дермісің. Келермін, келмеспін, кіндігімді жалғап, түтінімді өшірмесең, бұдан артық бақыттың керегі жоқ. Ақанымның маған қалдырған аманаты жым-жырт ішімде жатыр. Ақырын ғана сипап қоямын. Дөңбекшіп жамбасым талған соң тұрып кеттім. Ай әлі туа қоймаған өл ара кез еді. Не де болса, түн жамылып үйге барып қайтуды ойладым. Жалғыз қарағайдың сайлауына түсіп, тоғай арасындағы жалғыз аяқ соқпақпен ауылға төтелей тарттым. Ол кезде есіктің сыртынан не ішінен бекіту жоқ еді ғой. Үйдің ішіндегі адамдардан басқа іліп алар заты болмаса, ілгек салып қайтеді. Қараңғыда сипаланып, отты іздеп жүріп, шелекке аяғым тиіп кетті. Алмамысың? Деді енем. Менмін, сүйінші, Ақаннан хат келді. Айналайын апама, рас па? Рас, Алмажан, рас. Аттанғалы келген алғашқы хаты. Майшамның өлеусіреген жарығында үшбұрыштанған хатты қолым дірілдеп, асығыс аштым да дауыстап оқи бастадым. Атам, қайындарым мен қыздарым қыбырла оянып, үрпейіп тыңдап отыр. Ақанның хаты. Аса құрметті үй ішім, бала-шағам, Алтайдың асуындай, бұқтырманың тасуындай, күннің қызуындай, жүректің жылуындай, сағынышты сәлемді жолдаймын. Мен аман саумын, майданға жібермеді. Орал деген таудағы кенде жұмыс істеп жүрміз. Жағдайымыз жақсы, тамақ тоқ, баспанамыз жылы дегендей. Жұмысы да жеңіл, жанымыз қиналып жүрген жоқ, кезектесіп істейміз. Бар уайым сендер ғанасыздар. Алма, оншақты адамды асырап сақтау саған қиын тиіп жүрген шығар. Шыда жаным, жауып тұрған оқтың ортасында жүрген жоқпын ғой. Дәм тартса, мен де оралармын. Бізге осыншалық мейірімі неге түскенін білмеймін. Тәңірдің берген сыйы шығар. Тіпті жігіттер жардай болып семіріп алды. Аз-мұз айлығымыз бар. Алғашқысын сендерге жолдап отырмын. Енді қандай жаңалық бар? Майданға аттанған ағайын туғаннан хабар бар ма? Ақтайлақ пен Бағдаттан хабар келді ме? Сұраған жанға дұғай сәлем айт. Балалардың бетіне сүй. Сәлеммен Ақаның. 1942 жыл көкек айы.
Қуанышымыз қойнымызға сыймады. Енем, құлыным-ай, аман есен екен ғой. Бәсе, түсімде ақбоз атқа мініп, бұқтырманың тасып жатқанына қарамастан, салып ұшы өте шығып еді деп, көзінің жасын шылаушының ұшымен сүртті. Кемпір-ай, ертең қара серкені соямын деді атам. Ал мен үнсіз отырып қалыппын. Қуанға мен қорққан бірдей деген осау. 100 сом ақшаны атама бердім. Ол кісі құнжыңдап қойына тығып, бата жасап бетін сипады. Таң құлан иектене берген елең алаңнан құстай ұшып, жалғыз қарағайға қайтып оралдым. Құрбыларым пырдай болып, тұяқ серіппей ұйықтап жатыр екен. Баспалап келдім де, өз орныма жым-жырт жата қалдым. Ешқайсы сезген жоқ. Әлгіндей ұлы қуаныштан соң ұйықтау мүмкін бе? Ақ боздана бастаған шығысқа қарап телміремін. Таң хабаршысы бозторғай шырылдай бастады. Көкек шақырып, быт-былдақ үн қатты қарағанның арасынан. Шанағынан асып, тас-талқан болған бұқтырманың үні құлағыма бұрынғыдан да ары жағымды естілді. Соншалықты рақат, соншалықты әдемі. Алла тағалам осы қуанышынан айырмаса екен. Маған көп нәрсенің керегі жоқ, тек барымнан айыра көрме деп жалбарына тіледім. Біздің ішімізден іріктеп соғысқа жіберіп те жатты. Ондай жұлдызы оңынан туғандардың бақытына қызғана да қарап шығарып саламыз деп, Ақан ақсақал әңгімесін одан әрі жалғастырды. Дегенмен бармай, дізімге ілінбей, қалғандарына іштей тәубалағандар да жоқ емес еді. Ауылдас 5 жігіттің ішінде ең қартаңымыз Қаймақ, жуаста бір тоға кісі ғой. Өзі берген жанды Құдай өзі алады да, неге болсын, бас шұлғып көнгеннен басқа амал жоқ деп, нардың үстінде қисайып саспай жатар еді. Бура тәпелтек кішкене жігіт, үнемі меңзең жүретін, өзінің тым аласа қауқарсыздығынан жасқана ма, жоқ болмаса бізге жұмбақтылау қиялмен басы қатып жүре ме, тура алдына келіп, Бураш, қалғалай деп дауыстағаныңша байқамас еді. Ыржия күліп, бетіңе қарайтында, аман-аман деп иегін қағып өте шығар еді. Ал қожақ аусар мінезді, өзінен басқаның барлығы саңырау адамдай даңғырлап сөйлейтін, ашуының алды бар арты жоқ. Маған үйірсегі де сол, бір төсекте жатамыз, бір қаңылтыр аяқтан тамақ ішеміз. Аудан орталығы Серовтан әскерге шақырған қағаз келген сайын бұтына жібере қорқатын Құмырай ғана. Әрине, бәрімізде елеңдей, атымыз қашан аталар екен деп, адамдық жүрекпен сасқалақтап қаларымыз рас. Бірақ Құмырай құсап қалшылдап кетпейтін біз. Ол аяқ қолы дірілдеп, аузындағы шылымын шайнап-шайнап жіберетін, бір өтіріп, бір тұрып, есі қалмай тықыршитын. Құмекау, мыңдаған азамат соғысып жүр ғой, несіне сасқалақтайсың дедік. Бірде ауылдасымыз үшін ұялып, ол тұлан тұта ашуланды. Батпақ қазып жүріп, батыр бола қалуын көрер едім. Алдыңнан анталап неміс шыға келсе, былшылдамаңдар деп ат құйрығын кесті. Содан былай бөлек жататын болды. Ішімізден ең алғашқы болып, үйінен сәлем сауқат алғанда Құмырай теріс қарап отырып ашты, теріс қарап отырып жалғыз өзі жеді. Еш қайсымызға дәм татырмады. Біз оның қотиын қылығына өкпелеген жоқпыз. Тек Бура ғана тісін қайрап кіжінетін. Кішкене кісінің мөңкіп, тулағаны қызық екен. Титімдей ғана жұдырығын түйіп, таптап береді. Сонан соң өзінен өзі ырсиып күледі. Көктемнің алғашқы шуағы қалың орманда, қасат қарлы Орал тауларында себезгілей бастағанда, бізде ептеп сергегендей болып, қатқан денеміз жылынғандай еді. Амалғанша, қашан жер кепкенше, табанына жабысса, қырғылап кетіре алмайтын сарбалшыққа тап болдық. Май айы туғанша ылжырап жатып алды. Қыс бойы қоныштың орнына шұлық ораған шарқай бәтеңкені сүйрелеп шыққанбыз. Ал жазғы тұрымғы лайсаңда кісі басы бір-бір етік берді. Оның өзі дым тартады. Үнемі кигендіктен бе, резинка етігің барып тұрған Құдайдың бәлесі екен. Аяғым сырқырап, қақсайтынды шығарды. Көптеген жұмысшының сіңірі тартылып қалды. Қаймақ тобан аяқ болып, дүзге әрең шығар қалі бар. Жартай жатты.
Қожақ екеуміз өзімізге тиесілі азын-аулақ асымызды бөлісіп, әйтеуір қарнын аш қылған жоқпыз. Жасырып керегіне тамақ жағы өте нашар еді. Күніне бір мезгіл ыстық ас берген болады. Оның өзі қышымадан немесе әртүрлі шөп-шаламнан жасалған сулы сылпың қойыртпақ көже. Әсіресе ондай қатықсыз қара көжеге үйренбеген, аптасына бір рет ет жемесе, қас-қабағы ашылмайтын қазақ жігіттері шетінен ауырып тұрды. Үстіген картоп жеген соң бет-аузың күп болып ісіп кетеді екен. Ал қолға тиген тиын-сиынға сатып жер ештеңе жоқ. Ол кезде сүттің жарты литрі бұрынғы бағамен 100 сом. Саңырауқұлақ жеуге де үйрендік. Алтайда аяқ астында жатқанда бақамай басып кетсе, жеркенетін кірпияздық жайына қалды. Сөйтсек, саңырауқұлақ деген жарықтық бүкіл бір халықтың атадан келе жатқан ас екен. Бір күні сол жемісті жеуге тәуекел жасап, аузыма сала бергенде, ішіне қара бас құрт шығып, жүрегім айнып қатты ауырдым. Ішінде ештеңе қалмаған асқазаннан қан құсатын болдым. Ішкен асым батпай, әбден зықысы кеткен маған жаны ашыды ма, Қожақ Құмырайға барды. Үйінен келген посылкада ет, қоспа бар екен деп, ұзын құлақтан естігенбіз. Құмеке, бәріміз де бір дәулеттің ұрпағымыз, құрдасын қан құсып ауырып жатыр. Көңілін сұрамадың деп өкпелемейміз. Сорпаламасақ өліп қалатын түрі бар. Қолбасындай ет бер, қаңылтырға қайнатып берейік деген екен. Ол тегін ет келмеске кеткен, сатамын деп 200 сом ақша алыпты. Ол итті қарағайдың арасына апарып өлтіріп тастасақ қайтеді деп, Бора бізге қарап ыржиды. Әуелі тышқан өлтіріп ал, Құмырайдың өшін жұдырықтай ғана жерлесінен алғысы келді ме? Қожақ қатты ашуланды. Атаңның аузын ұрайын, аман есен елге оралайық, көзіне көк шыбын үймелетпесем атымды басқа қой. Әуелі сол елге жетіп ал жарқыным, деді Бора суырша аңқиттап. Барған соң ол да қарап жатпас. Ол итті жым-жылас құртатын жер тек қана Орал. Қойыңдар, деді ересегіміз Қаймақ. Тұқымын қуалап келе жатқан мінезін өзгертем деп бедіңдер. Кім болып туды, солай өледі. Сараңдық қанына біткен қасиет. Балталасаң да арыла алмас. Мен әңгімеге араласқан жоқпын. Жұмыршағымның басына тас байланып қалғандай батадай. Ауық-ауық қыжылдатып, ақ деп аузымды ашсам, жалым болып сыртқа шығады. Табаным күйіп, түні бойы сұп-суық жерге басып отырамын. Талығып барып, енді көзім іліндау деген кезде жұмысқа шығыңдар деген десятниктің айғайы естіледі. Құр сүлдерімді сүйреп, топырақ қазылған үңгірге қарай ілбей аяңдаймын. Кеспелтектеп кескен шпалдарды көлденең төсеп, қолмен сүйрейтін вагонша қорапқа саламыз. Күн батып әбден қас қарайғанда ғана екінші кезектегілер келеді. Аузыма дәм салмаған қалпы аш иттей бұралып жатып қаламын. Ойыма қай-қайдағы сумақы сұрақтар келеді. Тым болмағанда отанды қорғап, жаудың да қолынан қаза таппадым-ау. Саңырауқұлақтан ұшыны өліпті дегенде ел естісе қандай қасірет. Үйілменімнің бетіне шіркеу сүйекке таңба емес пе? Барақтың іші қанша суық болғанымен соншалықты қапырық, ауа жетпей деміктіреді. Сыртқа шығып қарағай мен қайыңның исі аңқыған таза ауамен кеудені кере дем алып, қайта кіріп келгеніңде шуаш пен тері исі сасыған жатар орнымыздан тұншығып өле жаздайсың. Адам 3 күннен соң көргеде үйренеді деген емес пе? Бәріне төздік, бәріне көндіктік. Егер күндіз түні оқ бараған соғыста жүріп, жер үйде немесе аққар көк мұздың үстінде түнесек қайтер едік. Олардың жанында біздің жағдай жұмақ секілді деп жұбатамын өзімді өзім. Дегенмен әлгі майданға алса деген тілек күн өткен сайын санамызға сыналай кіріп, көз алдымызда күлеңдей берді. Екпіндей ұмтылып, ерлік жасайын деген жымсыма қулық емес, әйтеуір ауылдағы ағайынмен соғысқа кеттік деп қоштасқан соң жаумен жағаласып көру де азаматтық борыш секілдеді. Елден келген сәлем сауқаты таусылып қалды ма? Құмырай соңғы күндері қабағынан қар жауып, құтырған иттей көрінгенге соқтығып, өз-өзінен ызаланып жүрді.
Кен орында ең оңай деген жұмыс динамит қойып, тоң жердің үстіңгі қабатын қопару болатын. Бұл іске қауқарсыз қарттар мен ауру, әлсіз жігіттер жіберілетін. Десятниктің тілін тапты ма, құмырай түйедей болып, осы жанға жайлы тыныш жұмысқа орналасып алған. Көрсетілген тұсты динамит қойып, бұрқ еткізіп қопарып тастайды да, темекісін құмарлана тартып, құмырсқадай қыбырлаған біздерге мұртынан күліп демалып отырады. Арбайған ағашты аударуға шамасы жетпей, тырбыңдаған бураға тыныш отырмай, кесек топырақ дәлдеп, оның быж-тыж ызаланғанына қарқ болып күледі. Кешке бараққа келген соң, бура қалайда құмырайдың көзін құртудың амалын басын қатырып ойлайды да жатады. Көктем шыққанда көңіліміздегі кірбің тарқап, Оралдың жайқалған орман, әдемі табиғаты сірне болып қатқан сезім түйсігімізді қытықтағандай еді. Аш жүрсең де сергек жүргенге не жетсін. 3 айлық қара жұмыстан құтыла қоймағанымен асқазанымның ауруы аздап басылған секілді. Бұрынғыдай ішкенді қайта құстырып, күндіз-түні мазаламайды. Тек аш құрсаққа ас түскенде ғана ептеп қыжылдайды. Өз басымдағы үлкен жаңалық, үйден тұңғыш рет хат алдым. Кешігіп келсе де көңілге медет, дәтке қуат. Түскі 1 сағаттық үзілісте қайыңның арасына кіріп алып, күбірлеп оқи бастадым. Алманың хаты. Ақаным менің, зар еңіреп, зар жұтып, көзіме қамшы тиген жетім ботадай боздап жүргенде айнымастай болып табысқаным менің. Денің қарның сау ма? Біз шүкіршілік, тағдыр сыйға тартқан тарыны теріп жеп жүрміз. Атам, апам, балалар, ауыл аймақ түгелдей аман есен. Жағдайымыз жақсы. Тамақ тоқ, көйлек көк дегендейін. Әскер семьясы болған соң колхоздан не керек, соның бәрін алып тұрасың. Өзім қолмен ғана жұмыс істеймін. Аяғы ауыр деп аспазшы тағайындап қойған. Ауылдан соғысқа кеткен 1,5 азаматтан шетінеу бар. Оларды келесі хатымда айтармын. Апам түс көріпті, сен ақбоз атқа мініп, бұқтырманың ағаш басына шығып, тасып жатқанына қарамай өте шығыпсың. Жарығым, аман есен келеді деп отыр. Сенің оңай жұмысқа барғаның қандай жақсы болған. Қаттың ішінен 100 сом ақша шыққанда төбеміз көкке жеткендей қуандық. Пәселке салсақ қайтеді. Құмырайдың әйелі жағдайлары өте нашар екен деп бала-шағасының аузындағысын жырып жолдап жіберген. Ал сен семіріп алдық дейсің. Майшам сөнуге айналды. Қош сау бол. Сені сағына күтуші мен және үй ішің. 1942 жыл мамыр. Елден тұңғыш рет арқан бойы ұзап шықпағандығы болар, көңілім босап жыладым. Алманың сойдақ-сойдақ жазуы мен үшін бүкіл жұлдыз ауылы көшіп келгендей болып сезілді. Алғаш рет жүрегім сазып, бала-шағамды өлердей сағындым. Туған жеріміз шығыс пен соғыс болып жатқан батыстың екі ортасындағы Орал тауы екі жаққа кезек алаңдай қараған алып түйе секілді. Біз сол алып қара нардың қомына жармасқан. Атымыз бар, атағымыз жоқ, жұмыс әскерлеріміз. Қимыл әрекетімізге, мұрнымызға су жетпей істеген жұмысымызға қарап, қандай қайсар жандар деп ойлауға болар еді. Бірақ біз тіпті де олай емеспіз. Дүниедегі бар жақсылық пен жамандықтан құралақан қалған керең де кепірсіз қалған жандармыз. Радио тыңдай алмадық, газет оқи алмадық. Ең ақыры саяси хабардың өзін мардымсыз тиіп қашып өткізеді. Цех бастығы, директордың орынбасары деп аталатын кісілер құдай секілді. Ақырып-бақырып ойына келген істейді. Жанымызға батқаны да сол. Не өлім, не өмір деп бүкіл әлем арпалысып жатқанда жер астынан шыққан жік секілді тайраңдап, оқтау жұтқандай кердеңдеп жүргендері. Жасырып керегіне жұмысшылардың арасында ауру сырқау, өлім жітім көбейді. Балшықтан адам жасай алмай қиналған шақта осыншалық сорақылыққа жол беру әрине әркімді де ойландырады. Арыз арманымызды айтар жер таба алмай іштей мүшілеміз. Біз майданды көкседік. Амал не? Мені тағы да бұрынмен алып қалды. Құмырайдың зәресін зәр түбіне жібере бір топ жігіттерді соғысқа жіберді.
Құмырай екеуміз көп болды амандаспаймыз. Бұл ескі кекті қуу жоқ болмаса, жеке бастың бақастығынан қоздаған дүртараздық емес еді. Бұл жалпы мінездің өзгешелігі, рухымыздың бір қазанда қайнаса да қабыспайтын қарама қайшылығы тудырған бітіспес майдан сықылды еді. Қолымызға қару алып атыспағанымыз болмаса, бір-бірімізге өзгеше дұшпанбыз, өлердей жатпыз. Егер тағдырды жалғыз ғана шана десек, сөз жоқ, ол шананы екеуміз екі жаққа сүйреп жүрміз. Ағайындық та, ауылдастық та, барақтастық та дәнекер бола алмас. Өгейлік пен өшпенді суықтық күн өткен сайын қабына түсті. Неге? Өзім де білмеймін. Көре қалсам болды, өне бойымнан жылан жорғалап өткендей тітіркенемін. Қайта елде жүргенде еркін араласа беруші едік. Елде жүргенде демекші, соғыс басталмас бұрын Жұлдыз ауылы октябрь тойын ерекше өткізгені әлі есімде. Ат жарыстырып, балуандарды күрестірді. Бас балуанға осы Құмырай шыққан. Екі иығына екі кісі мінгендей, еңгезердей жігіт беліне белбеу байлап, мықынын таяна ортада тұрды. Оның тұсынан қорықты ма, мұқымелдің ішінен суырылып ешкім шыға қоймады. Маған оның көпшілікке менсінбей қарап, мен менсіген түрі ұнамады. Шыдай алмадым. Жығылсам, жер көтерер деген тәуекелмен ортаға атып шығып, алақаныма түкіріп ұстаса кеттім. Төрешілер мені әрең тоқтатты. Сөйтсем, белбеу байлауым керек екен. Құмырай әлшіреніп тұр. Әсіресе саған не керек дегендей мырс етіп, мысқылдай күлгені жанға батты. Ол менің құлағыма, жамбасың сынып қалса қайтесің, құрдас деп сыбырлап үлгерді. Қомалай қоршаған халық дүрліге жақындап, күрес шеңберін тарылтып жіберді. Біз аңдысып, ал дегенде әдіс қолдана қойған жоқпыз. Құмекең қоймайды, талай рет палуанға түскен нар емес пе? Ақан да осал емес, Таутекенің асығындай шымыр әрі шапшаң деген сөздерді еміс-еміс естіп қаламыз. Болсаңдаршы, құдалар ұқсап құшақтасып жүремісіңдер деген сөз естілгенде, қарсыласым ежелгі тәсіліне салып, әуіптеп, мені өзіне жақындата, жұлқа тартып, оң жамбасқа сала бергенде, осы сәтті табандап аңдаған мен сарт еткізіп, іштен шалдым да, өзім шалқалай аударғанда, ол гүрс етіп астыма түсіп қалғаны. Әбден ызам келсе керек, ет қызумен, күш менікі, сор сенікі деп, басынан аттап кетіппін. Жұрт шу ете қалды. Құмырайдың ағайын туғандары ауырсына жатып қалған жігітті жерден тік көтеріп әкетіп, ұлы айғайға бітіспес дауға басты. Азаматымызды қорлап, басынан аттады, сүйегімізге таңба болды. Ұру намысына тиді, тұрысатын жерін айтсын деп кіжінді. Біздің ұзақ деп аталар ұрудың да жігіттері, мен атайын сен тұр, өңкей бір жынды сүрейлер еді. Білек тұрып сыванып олар шықты. Әйтеуір не керек, бұл даудамай, жанжал күні бойы басылмайды. Тіпті екі жақтың балсараға қызып алған бас көтерер-ау деген азаматтары колхоздың аяқ артар көлігін ұстап мініп, айылын мықтап тартып, жекпе-жекке сақадай сайлана бастады. Тымақтарының бауын байлап, сойыл, айыр шоқпар секілді қаруларын әзірледі. Сонымен екі жақ күркіременің жазығында кездесетін болып уағдаласты. Аяқ астында туған дауды бітістіре алмаған колхоз басшылары ауданға ат шаптырып, сот пен милиция шақыртты. Сөйтіп, әрең басып еді-ау. Міне, ол екеуміздің арамыздағы беріш болып қатқан бақастық осылай басталған. Қашан аяқталады, оны өзімде білмеймін. Тегі өлсек те көрімізде тыныш жатпаспыз. Әр қайсымыз менікі жөндеп жөнеле беремізде бұл дүниеден. Сырттан келген жауды жеңуге болар, ал арамыздағы ше, олардың кімдер екенін білмейміз ғой. Сырттан қарағанда бәріміз бірдейміз, бетегеден биік жусаннан аласамыз. Ешкімнің маңдайына ақ қарасы жазылып тумайды. Осы Орал тауында еңбек әскерінде жүрген адамдардың өзін ажыратып, жақсы жаманға іріктеп бөлу мүмкін бе? Құмырайда мен де бармын. Мақсатымыз жалғыз деп мақтанғанмен, пиғылымыз басқа ғой. Оны пайымдап, зерттеп берер уақыт жоқ. Қазір тіпті содан бері
30 жыл асса да, шын мәнде қоғамға кім керегін айқындадық па? Жауды атып тастайсың, біздегілерді ше. Мүмкін олар жаудан да қауіпті шығар. Алманың ішіндегі құрт секілді сыртымызды жалтырата сүртіп қоямыз. Оралдың жазы керемет екен. Алтайдан бірде кем емес. Жаныңды жайсаңға бастайды. Жап-жасыл болып тамылжыған дүние. Қасқая қарап тұрар қарағай. Ақ балтыр көк көйлекті қайың. Теңге жапырақты терек. Жайқала өскен тау шалғыны. Егер өмірдегі қайғы мұңды ұмытып, табиғатты ғана тамашалап кетсең, мәңгі жалықтырмас жап-жарық әлемнің қойнына кіресің де, өзіңнің жер басып жүрген жұмыр басты пенде екенің, арман мақсатың, келешектен күтер үміт бақытың, жақсылық аңсап, дүрсілдеп соққан жүрегің бар адам екенің есіңе түседі. Осылайша орман тоғай тау-тасты кезіп, анау сор боп келген соғыстан, сормаңдай қылған ауыр жұмыстан безіп, бейбіт те берекелі өмірді сағынасың. Жалғанда түскі үзілістен келте, көзді ашып жұмғанша, жай оғындай шапшаңдықпен зу етіп өте шығар не бар екен. Айналаңа қарап, тамашаға енді тамсана бергеніңде, жұмысқа шақырар қаңылтыр темір қағылады. Кеппеген жас ағаштан жасалған жас ышпалымен иығыңды езіп жіберер темір жолды көтеріп, үңірейген карьерге қарай мықшыңдайсың. Сенің артыңнан тырмыса, вагон итеріп басқалар ереді. Арпалысқан адамдар, жанталасқан қимыл, жан тапсыра қимылдаған жұмысшылар, таусылып бітпес қозғалыстан әбден қажыған, салдары суға кете итірықтағандар орман арасында құмырсқаша құжынайды. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін. Әттең, сол кездегі Тұрут армияны киноға түсіріп алса ғой. Өкінішке орай, газеттен біз деген бірде-бір журналистің төбесін көрген емеспіз. Жаздың ортасына таман майданға алынған азаматтардың орнын басуға жүздеген қыз-келіншек келді. Улап-шулап сол кезеңнің бар қайғысын, қалған-құтқан қуанышын ала келді. Айналайын әйелдер, енді еркектерге екі есе жұмыс істеу керек шығар деп ойладым. Алла тағалам осы қуаныштан айырмаса екен. Маған көп нәрсенің керегі жоқ, тек барымды ала көрме деп жасаған иеме жалбарына тіледім. Алма кемпір әжімді жүзін қарсы алдындағы қарғадай ғана келіншектен алмастан әңгімесін жалғастырды. Ол кезде тура сенің жасыңда едім ғой, Күмісжан. Иә, сенің жасыңдағы толықсыған шағым еді. Тотыдайын таранып, сұңқардайын сыланбасамда, шайқап ішіп, шалқалақтап басатын 30-дан асқан от мінез еді ғой. Қайтейін қарағым, қайтейін. Тағдырдың тепкісіне түсіп, дертесіне жегілдік, сонда да жеңдік. Әрине, бақыт құсы біздің шаңыраққа кеш қонды. Кеш қонса да, біржола қонса екен деген арман бар. Бала шағасы жетті, шаңырақ көтеріп қарқарадай үй болды. Осыншама мал ұстап, дүние жинайтындай не бастарыңа күн туды. О дүниеге арқалап ала кетем деп жүрме. Мұндай қаңқу сөзді күнде естиміз. Ал ертең шал екеуміз екі жерге қиқайып қалайықшы, қай ағайын арулап қояр екен. Жан-жақтан балаларымыз жиналғанша оң жаққа салып, аруағымызды күзетер кіміміз бар. Өлсең де көрің кең болсын деген бұрынғылар. Жаман айтпай жақсы жоқ, қайтпайтын жолға түсер болсақ, ұл қыздарымызға ауыртпалығымызды салмайық. Жас кезімізде тойып тамақ жемеп едік, тым болмағанда асымыз аста төк болсын деген оймен жинаймыз малды. Әрине, алдымызға салып айдап кетпейміз, артымызда қалады. Күншіл ағайынның өзіне бұйырады. Ой тарасына салсам, бақыт жарық дүниемен қоштасқаннан соң қажет екен. Өзің үшін емес, ұрпағыңның ұялмауы үшін. Бірді айтып бірге кете бердім-ау, қарағым. Ақанның соғыста емес, Тұрут бойда жүргенін естіген ел сансаққа жүгіртті. Кейбіреулер бағың бар екен алма, Ақаның жақсы жерге орналасыпты деп шын ниетімен қуанса, қайсы бірі? Тасының өрге домалауын қарашы. Біздің байымыз жауып тұрған оқтың астында жаумен алысып жатса, пәленшенің күйеуі курортта жүр деп қызғаныш білдірді. Әсіресе күйеуінен қара қағаз алған қарала әйелдердің
бетіне қарай алмаймыз. Байларым біз өлтіргендей-ақ амандасайын десең, теріс айналып ернін шығарар еді. Күн өткен сайын сүйкіміміз кетіп, қай-қай жердегі ең қиын жұмысқа салатын. Трудовойдың қатыны қалғалай, байың жардай боп семіріп алыпты деп естідім. Сол жақтан уыздай жас қызға үйленіп, бір жола қалып қойса қайтесің деп сайқымазақ қылатынды шығарды. Бар айтар жауабым, тірі жүрсе болды. Тірі жүрсе болды. Бұл менің жүрегімді жарып шыққан адал ақ тілегім еді. Байын байлап ұстаған әйелді көргенім жоқ. Ақанның бас бостандығы өзінде. Талақ тастаса да өкінбес едім. Кейбіреулер құсап, қарғап сілемес едім. Имандай шыным осы. Қызық, осыдан 5 жыл бұрын Ақан пенсияға шығатын болып, райсобезге барған екен. Ата, үйленгенсіз бе? Паспортыңызда белгі жоқ деп қағаз бермепті. Содан мені қызыл машинаға салып алып, ерлі-зайыпты деген книжке бергені. Қартайғанда қайта үйленіп, некелескен ел жұрттан ұят екен. Балаларым той жасаңдар деп мазақтап, көрші қолын қыңқылдап қоймаған соң, амал не? Бір малымызды сойып, ырымын жасадық. Кеше ғана өзіміз еккен егін жайқалып өсіп қалды. Енді бізді сол егінді арық қазып, суару жұмысына салды. Күркіреме бұлағының ар жағындағы диірменнен бастап, қиялай қазған арығымыздың орны сайрап әлі жатыр. 3 әйел қайла күрегімізді арқалап, таң бозынан тұрып, солай қарай аяңдаймыз. Белуардан су кешіп, қиядан саулап, су жырып кеткен жерді шым таспен бітеп, әуре болып жүргеніміз. Үйден ала шыққан талқанымызды қайнамаған қара суға шылап, жүрек жалғаймызда, тағы да қара жерді қазғылаймыз. Диірмендегі егістікке арық жүргізу жұмысын аяқтаған соң, бізді жаманашыдағы арпаны суаруға салды. Бұрынғымыз мұның жанында ойыншық екен. Қып-қызыл тасты сүймеңдеп, жылдар бойы соқа тісі тимеген беріш төбенің бауырын қақтылып, арық қазғанда алғаш рет қатты шаршағанымды сездім. Күн ыстық, сусын жоқ, ішім үлкейіп қалған. Колхоз бастығы қас қылғандай жаныма сырлас құрбым Ғайшаны да қоспай, күйеулерінен қара қағаз алған Сақыш пен Бәтішке телеген. Олар менімен қырғи қабақ, арық біреу болса да бөлек жүреді. Звена бойымыз Сақыш мені қайдағы бір қағынған жерге шақылдаған көктасқа салады. Екеуі өзіне тиесілі жерді бітіреді де, талдың көлеңкесінде демалып, кейде рақаттанып мызғып алады. Қатты қимылдайын, олардан қалмайын-ақ деп тырымсамын. Амал не? Ақанның аманатын дүниеге әкелмей түсіріп аламын ба деп қорқамын. Өзіме бөліп берген жерді ломдап, қайлалап қазып бітіріп, қатындардың қасына келсем, олар үшеумізге тиесілі 3 литр сүтті бөліп алып, бір-бірінің басын тарап, жайбарақат отыр. Үндемеуші едім, салғыласпаушы едім. Дәл осы жолы Ақсайтаным ойнады. Ау, маған тиесілі сүт қайда? Дедім қалш-қалш етіп. Байы тірағатын сүт ішуші ме-еді? Деп сылқ-сылқ күледі. Албастылар-ай, күйеулерінің өлімін менен көріп болмадыңдар ғой. Бір үйдегі 10 жан адам жалғыз сиырдың 4 емшегіне қарап ақсыз отыр. Оның өзі арты бітеліп қысыр қалған. Тым болмағанда өлмелі кемпір шал, шекі өкпе балаларымды аясаңдар етті. Қанша тас қайнат, мықты болсам да, шыдай алмай дауыстап жылап жібердім. Құдай зауалдарыңды берсін. Сілкінбе, деді Сақыш орнынан атып тұрып. Қаралы үйге қарғыс жүрмейді. Өзіңнен 5 жас кіші байыңа мақтанамысың? Сенің де сырың белгілі. Бай құтаймайтын қанды етек қаншық. Жалғыз литр сүт үшін бидайдай қуырған несі? Ей Сақыш, тіліңді тарта сөйле, білдің бе? Сенің де сырың мәлім. Азаматыңның топырағы суымай жатып, шыжбыңдап жүрсің. Қу жатыр болған бедеулігіңді менен көресің бе? Қалай избенабой болғаныңда, алақанымда, басыңа тартқаның қара емес, қызыл орамал. Тым болмағанда аруақтан ұялсаңшы. Не дедің? Күректі ала ұмтылды. Мен де қарап қалған жоқпын. Сүйменді көлденең ұстап, қорғана бердім. Қан қылайын, қолыңда өлейін. Жақындап көр, неге екенін өзіміз де білмейміз. Қолымыздағы қаруды тастай беріп, шашымызға жабыстық. Нағыз қатын төбелес басталды. Бәтіш, бірің өліп, бірің қал деді де,
3 литр сүт құйылған торсықты арқалап ауылға тайып тұрды. Мен сақыштан гөрі қарулы екенмін. Шалқайта құлатып, кеудесіне мініп алдым да, етегін түріп тастап, май құйрығын армансыз шапалақтадым-ай. Өсек айтқан бүкіл ауыл әйелдеріндегі кегімді сақыштан алдым. Астымда жатқан ол тапырлап, албастау, өлтіремісің? Қоя бер енді, деді. Жұмсарып қалған секілді, даусы өзімсініп шықты. Екеуміз қатар отырып алдық та, батысқа жүз беріп, ағыл-тегіл жыладық-ай. Бір-бірімізден кешірім сұрап, бетімізден сүйдік. Ақшам жамырап, қас қарайғанша мұңдастық, сырластық, қайтып қарсы сөз айтыспайтындай болып табыстық. Көйлегінің етегін көтеріп қараған Сақыш, албастай, аямай-ақ ұрған екенсің. Қарашы, алақаның тиген жер қып-қызыл болып қалыпты. Удай ашиды, деді күліп. Ел орынға отыра арып, ашып ауылға жеттік. Сақышты үйге апарып шай бердім. Міне, осы оқиғадан соң айнымастай достастық. Қайда жұмсаса да, жұбымыз жазылмай бірге жүретін болдық. Шілде туып, колхоз жаппай шөп шабуға кірісті. 1942 жылдың жазы әрі ыстық, әрі берекелі болды. Елдің жағдайы бір қалыпша. Майданға аттанған 50 шақты азаматтың тең жарысынан қаралы қағаз келді. Қаралы қағаз келді деп, қара жамылып, жылап-сықтап жатып алған ешкім жоқ. 3 күн жоқтап, 4-ші күн жұмысқа шығады. Жесірлермен көрсе көзіміз қанталап кетті. Әр әйел өз мұңын айтып жоқтайды. Демекші, өзгенің қайғысы жаныма қанша батқанымен, іштей аққанның есен сау оралуын тілеймін. Өйткені басқалар тұңғыш қосағынан айырылса, мен байғыз үшіншісін жоғалтып аламын ба деп қорқамын. Соғысқа бармай, Оралда жер қазып жүрсе, Тәңірімнің көз жасымды көргені, рақымы түсіп аяғаны шығар деп ойлаймын. Қайын сіңлерімнің үлкені Сандуғаш ойда да, Қарлығаш шонда жұмыста, Ботай мен Қатай да колхоздың жұмысынан қалмай, құйрықтарын өгіз ойып жүрген. Қалғандары әлі жас, ауылда апасының қасында еді. Бір күні мені колхоз бастығы Нартай шақырды. Не боп қалды дегенде, құстай ұшып кеңсеге жеттім. Ол шақта бастық немесе кеңес хатшысы іздеді десе, зәре құтымыз қалмай қорқушы едік. Әр үйге келер қара қағазды ең алдымен кеңсеге шақырып, басқарма мүшелері мен кеңес қызметкерлері тапсыратын. Жүрегім тарсылдап, аузымнан шыға жаздап есігін аштым. Нартайдың жалғыз отырғанын көрген соң ғана ес ақылымды жинай бастадым. Өңің айдаһар қуғандай ғой, келін, деп әңгімесін бастады. Тыныштық па, аға? Тыныштық. Сенің үйіңе келер зауал жоқ қазір. Ақан труда бойда ғой. Военкоматқа айтып, соғысқа жібертпеген мен едім. Оныңызға рахмет, аға, дедім. Сөзіне сенбесем де, жақсылығымның өтеуін алайын деп отырған жоқпын. Шырақ, бірақ судың да сұрауы бар деген. Ақанның күмістеген ері бар еді. Өзі келгенше міне тұрайын, маған бер, деді, қоңыр дауыспен майдалап сөйлеп. Бер алмаймын, аға. Мен келіскенмен ата-енем ат-тонын ала қашады. Ақаннан қалған жалғыз аманат қой, орынсыз қолқа салмаңыз. Өкпелесем қайтесің, деп оспақтады. Қайтеміз, көнеміз де. Адамның жаны қасқалдақтың қанын сұрап отырған жоқпын ғой, келінжан. Біз үшін Ақанның ері одан да қымбат. Босқа қаңсып жатқанша ат арқасын искесін. Босқа қаңсып жатқан ер ғана мекен, аға? Өзіміз де еркектерін ескемей жүрміз деші. Қарқылдап күлді. Маған сенің осы өткір мінезің ұнайды. Құдайдың жаратқаны да. Дайындап қойыңдар, кісі жібертем деп кесіп айтты да, әңгіме осымен бітті дегендей орнынан тұрды. Бере алмаймыз дедім ғой сізге. Несіне емексейсіз? Даусым қатты шығып кетті. Солай де, ендеше басқаша сөйлесерміз. Айтпақшы, Ақан кеткелі әскери салық төлемепсіңдер осы. Есіме түскені қандай жақсы болды. Әскери салықты әскерге адамы алынбаған семья ғана төлемеуші ме еді? Дұрыс айтасың, келінжан. Тегінде сенің күйеуің соғыста жүрген жоқ. Орал деген жерді курортта. Ендеше таңертеңнен бастап воен салық төлеңдер. Менен бұрын шығып кетті де, кеңседе жалғыз өзім қалдым. Ақаңды әскер боласың деп алып кетпеді ме? Салықты неге төлейміз? Міне осы сауалдың жауабын таба алмай, ойым оңға,
санам санға бөлініп үйге оралдым. Балаларымды жинап алып, жайқалып өсіп келе жатқан картоптың арам шөбін жұлып, төптеп жүрген енемді көргенде, бағанадан бері көкірегімді қысып, алқымыма кептеліп келген өксік көзімнен бұршақ-бұршақ жас болып ағылды. «Не болды, келінжан, ұлымнан жаманат естідің бе?» деп енем мені құшақтап ойбай салды. «Жоқ», дедім өксігімді баса алмай. «Таныштық, Нартай Ақанның ер-тоқымын сұрайды». «Ту, зәремді ұшырдың-ау», деп картоптың сабағын жапыра отыра кетті. «Құдай-ай, соғанда кісі ботадай боздап жылай ма екен? Шалмен ақылдасайық, жүр үйге». «Әй балалар, сендер жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер. Бұл қыста жейтін азықтарың. Атам намаз оқып отыр екен, бұзған жоқпыз». Ол кісі намазға ұйығанда дәл жанынан бомба жарылып, құлағының түбінен мылтық атылып жатса да, тапжылмайтын діндар адам еді ғой. Жарықтық кезінде кедейлігіне қарамай, Әбдікерім болыстың сөзі ұстаған бейі ел дауын жалғыз-ақ ауыз сөзбен шеше салатын шешем болыпты деп естігенмін. Мен келін боп түскенде әбден қартайған шағы және таң атқанша басы жастыққа тимей жөтелетін дімкәс ауру еді. Атама еліктей ме, 5 уақыт намазын енем де қаза қылмайтын. Ол кісінікі сәл өтіріктеуде секілдеді. Жай намазына жығылып, алақан жай отырып-ақ, «Ешкіні қамадыңдар ма? Су әкелдіңдер ме? Шай қойдыңдар ма?» деп өз шаруасын қоса бітіре беретін. «Әй апамай, Құдайдан қайт» деп шалы қанша рет ұрса да, осы әдетін қоймай-ақ қойғаны. Егер бары рас болса, анау пәшистің неге сазайын тартқызбайды? Адамның қанын судай ағызып қояма солай. Енемнің Алла тағалаға деген сенімі соғыс басталғалы бері азая бастағанын сезетінмін. Енді міне ол жарықтық жоқ екенін біліп тұра, отырсақ та тұрсақ та аузымыздан тастамаймыз. Қайдам қарағым, жоғына кімнің көзі жетіпті? Атам 3 ұмтылып барып орнынан әрең тұрды. Кеудесі сыр-сыр етеді, шаршап қалған секілді. «Шал-ау шал, Нартай Ақанның күмістелген ер-тоқымын сұрапты. Береміз бе?» «Атасының басы», деді атам, ентігін әлі де баса алмай. «Ахметтен қалған көзді Нартайдың сасық бұтына салайын ба? Оттаған екен енеңді». Маған жалт қарады да, одан арғысын айтпай қоя қойды. «Ата», дедім мен иіле төмен қарап. Қанша арып шаршап, қиындық көріп жүрсем де, ол кісінің жүзіне тура қарамаған инабатты келін едім ғой. Қайтейін, егер ерте бермесек, бастық үстімізден құрық түсірмейтін сыңай бар. Вайын салық төлеңдер деп қиғылықты салды. Салықтың орнына мені алып кетсе де бермеймін деп кесіп айтты. «Сен екеумізді не қылсын, не істейміз?» деп енем қыржыңдады. «Қара ешкіні ұстап беріңдер, келесі айда не төлейміз атау, одан арғысын көре жатармыз. Құдай бай емес пе, бір есебін табармыз. Әдіра қал», деп енем шыға жөнелді. Атам күрк-күрк жөтеліп жатып қалды. Мен қара ешкінің ылағын жетім қалдырып, колхоз кеңсесінің босағасына байлап кеттім. Қиянқылығым ұстады ма, мүйізіне вайын салық деп қағаз жазып байлап қойдым да, оразамды ашпастан пішенде жүрген әйелдерге тарттым. Қол тартпамен шөп шабу маған өте қиын болды. Қиын болған себебі ішім үлкейіп қалған. Бұл жұмыстан босат деп өтініш айтып, Нартайға баруға арландым. Әсіресе анау ер дауынан кейін бізді атарға оғыз жоқ, әбден өшігіп алған. Қажыған елге бей болып қалған азын-аулақ азаматтардың әспенсі ойына келгенін істеп баққанын несіне жасырайын, көзімізбен көрдік қой. Әрине, бәрі бір қалыптан шыққандай, қазымыр емес те шығар, бірақ 50-ден асып, әскер жасына ілінбей қалған еркектерді соғыс әжептәуір еркелетті. Майданнан жаралы азаматтар оралып, жанымыз қалды ғой. Оқ пен оттың ортасына түсіп, бейкүнә өлімді көрген олар бейшара елге ізгілік, жақсылық ала келді де, көк сақал әпербақандарды тақтан түсіріп, орнын ала бастағанда ғана ух деп бел жаздық. Мен үшін отқа күйетін Ғайша, оған баяғыдағы қатын төбелестен соң сақыш қосылған. Екеулеп жүріп, наубайханаға ауыстырды. Мен дегенде төбе шашы тік тұратын бастықты көндіріпті. Артынан естідім, әсіресе сақыштың сіңірген еңбегі. Байғыз
жылап отырып айтты ғой. Жарықтық, екі көзі танадай сұлу әйел еді-ау. Жанынан жалғыз еркек тоқтамай сұқтанып қарамай өте алмайтын. Колхоз бастығының ол дегенде есі жоқ. Соңынан итше сүмеңдеп бір елі қалмаушы еді. Өз әйелін өзінен бұрын қартайтып қағынып жүргенінде Құдай тілеуін берді. Жұлдыздың мұқым қыз келіншектері саудырап бос қалды. Осы ауылда нартайдан аумайтын ұқсас балалар толып жүр. Оның бәрін жіпке тізіп қайтейін, тірі жүрсін. Олардың әкесі соғыс, басқа ешкімде емес. Сақыштың, алма, мен сен үшін алғаш рет арымды саттым. Тіпті сен қатын үшін емес, анау ішіңдегі сәбиің үшін. Өзіме Құдай бермеген соң, сенің балаңды аман алып қалғым келді. Солқылдап, бетін басып ұзақ жылады. Мен оны уата алмадым. Сонда ғана баяғыда жаманашының басында егін суғарып жүріп, 1 литр сүт үшін бекер тілдегенімді түсініп, аяғына жығылдым. Ол мені кеудемнен көтеріп, тұрғызып алды. Бетін суық сумен жуды да, қайтадан жайнап, екі жанары от болып, жайнап қоя берді. Бастық Нартай болмақ түгіл, құдіретті Құдайдың қойнына барсам да, мені құрсақ көтермейсің деп талақ тастар еді. Ендігі тілек сенің балаларыңа көмектесу. Оңбайға тисеңде, сен бақыттысың, алма, бақыттысың. Дүниеде сендей әйел жоқ. Рахмет, құрбым, өлсем де жақсылығыңды ұмытпаспын. Бетінен сүйіп, мойнынан құшақтадым. Ал енді масаға таланбай үйге қайталық деп, етегін сілкіп, орнынан тұрды. Оның сүмбілдей сұңғақ денесі, тайқылау біткен ақ маңдай, аққудыкіндей ұзын мойын, жұмыр иегі, барлығы жарасымын тауып, тал бойына тарыдай мін сүрмей тұр. Оны жаңа көргендей аузымды ашып, аңырайып қалыппын. Өзімнен кіші болса да, замандас құрбымдай жақсы көріп, әрі аядым, әрі қызықтым да. Табиғат пендесін осыншалық сұлу ғып жаратады да, сорлығып қоятыны несі екен. Үй не болды саған? Жүр қайталық. Қандай керімсің, Сақыш? Көрмеде көрсетер әйел сендей ақ болсын. Сылаңдаған сұлулық түлкіде де бар, бірақ көп жортқан түлкі құйрығынан айырылады деп, басын шалқақ ұстап, қаздаңдай басып, менің алдыма түсе берді.